Сәлем достар, бүгін біз қазақ тілі пәнінен 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын жазатын боламыз. Оқылым. Мәтіні. Ақпарат мәтінге сәйкес. Марат пен Дархан нағыз тату достар. Тек біріншісі. Мінекей достар. Екінші және үшінші тапсырма. Қай абзацта Мараттың арманы орындалады? Үшінші және төртінші. Мінекей. Төртінші тапсырма. Мәтіндегі Мараттың орнында сіз болсаңыз, не істер едіңіз? Ойыңызды үш сөйлемей жазыңыз. Мінекей достар, қарап алыңыздар. Бесінші тапсырма. Әкесінен анықтағысы келді балаларының өзін көрсетуін. Мәтіннің қай бөлігінде қымбат киген ол туралы айтылған? Ортасын. Мәтінде ақсақал неліктен мұрагерлігін кенжесіне тартады? Ойыңызды үш сөйлемей жазыңыз. Міне, мәтінде ақсақал жасы келіп, кімнің ақылы байлығына сай болса, мен оны мұрагер етемін дейді. Ақсақал үш ұлының ойына разы болмай, басын шайқайды. Кенжесінің ойына разы болып, ағаларына осы інілеріңнің айтқанынан шықпай, талабын орындаңдар деп өсиет айтқан. Екінші тапсырма, мінекей, берілген сөздерді дұрыс нұсқада жөндеп сәйкес бағандарға жаз. Міне қарап алыңыздар. Үшінші тапсырма. Берілген үзінді бойынша сын есімдерді теріп жазып, шырай формасында түрлендіру. Және қарамен берілген сөздерді есепте. Міне сын есімдер, міне шырайлары. Асырмалы шырай дегеніміз ол күшейтпелі шырайдың қарама қарсы шырайы деп айтасақ та болады. Атау септігі жүзік деген сөзге. Міне мынау қолым деген сөзге. Сау болыңыздар, осымен аяқталды.